қашып келеді. Сілекей шұбыра азу тістерін ақсита, соңына түскен қорқау қасқырға жем болмауын ойлап қашып келеді. Қорқаудың ырылдаған дауысы жақындаған сайын бар күшін жиып алға ұмтылады. Қасқыр да қалар емес. Дәл алдынан шыға келген жас етті паршасын шығарып бір тояттама қойы бар. Ойыннан басқа уайымы жоқ періште жүрегі аузына тығыла зытып келеді. Қазір мына шарбақтан аса секірсе, қорғаушы табыларына сенімді. Тек мына деген шарбағы жеткізер емес. Жеттім-ау дегенде алыстай түсетіндей. Үмітпен алға солған, қолы ауа қармап қала берді. Сүріне, қабына әрі қарай жүгірді. Қолы арман болған шарбаққа ілікті әйтеуір. Емтелеп кеп қалған қорғауды атылды. Аяғын көтеріп ары қарай қарғымақ еді. Қорқау қайратты тырнақтарын арқасына батыра, мұны жерге алып ұрды. Бар күшін жүрекке салып, дымын шығаруға қорқып келе жатқан қыз шаңғырып жіберді. Қарлығаш өз даусынан өзі шошып оянды. Көзін ашса, шылқылдап терлеп жатыр екен. Қызының даусын естіп, көрші келіншектермен шай ішіп отырған Қадиша ас бөлмеден жүгіріп келді. Қарлығаш шешесін құшақтай алып, біразға дейін солқылдап жылаумен болды. Қызын әрең тыныштандырған Қадиша қонақтарына қайта оралғанда, келіншектер сұрақтан асталды. Шошып оянды ма? Мұндайы бұрыннан бар ма еді? 5-тен асқан қыздың бұнысы не? Тым еркелік? Не дәрігермен емшіге қарату керек? Жоқ, ондай жоқ. Жаңа үйге үйрене алмай жатқан болар. Мама, мен бұрынғы үйде де... Қарлығаш бірдеңенің шетін шығарып келе жатыр еді. Қадиша, бар, далада Гүлжан ойнап жүр. Сен де ойнап қайт. Онсыз да тәтелерді шошыттың. Шешесінің айтқан екі етпейтін Қарлығаш дастарханда шашылып жатқан бауырсақтың біреуін іле сыртқа атқыды. Келіншектер кеселерін қайта қолдарына алып, әңгімелерін жалғастырды. Қадиша ғана жаңа жерге қоныс аударса да, қызының қорқынышы селмегеніне алаңдап қалды. Қарлығаш пен Қадиша Тасболаттың кенжелері. Алдыңғы 2 баласы ұл болған соң, 3-ші рет аяғы ауыр болғанда, Қадиша Алладан қыз болуын тілеген еді. Ол заманда медицина құрсақтағы баланың жынысын анықтап беретін дәрежеге жетпеген. Сондықтан да Қадиша айы күні жеткенде дейін үмітін үзбей тілеумен болды. Тілегі қабыл болып, сүп-сүйкімді қызды құшағына қысқанда, одан бақытты жан жоқ еді. Отағасы Тасболат да ерекше қуанып, қызына Қарлығаш деген есімді өзберген. Үлкендері ендігі есейіп қалғандықтан, Қарлығаштың әр қылығы бұларды бақытқа бөледі. Ата-анасының қуанышына қуаныш жамап, Қарлығаш ерте қаз басып, ерте сөйледі. Күндіз анасы жалғыз қызықтаса, кешкілік түгел жиналатын үй ішінің бар ермегі кішкентай ғана тақылдаған осы қыз. Тілі шыға сала тақылдап тақпақ айтып, анасының бар әдемі киімін оранып, сән үлгісін көрсетіп, ағасының қаламын микрофон етіп ән салады. Бұл отбасындағы ең бақытты сәттер еді, шіркін. Айранды үйіп отырған берекелі шаңыраққа айдын күннің аманда қасірет келеді деп кім ойлаған? Күтпеген жерден отының тыныштығы бұзылып, ата қонысын тастап, аталас ағасын паналап, ешқашан көрмеген торғай жерінен бірақ шығатындарын күні кеше біреу айтса сенбес еді. Жаңа жерге, бейтаныс елге кенеттен жоғалтқан тыныш өмірлерін, бақытты кездерін іздеп келген бұлар. Өмірлері бұрынғы арнасына толықтай түспесін білсе де, жақсылыққа талпынған. Талпыныстары текке кетпеді. Жаңа жерде өздері жаңа жұмысқа шықты, балалары жаңа дос тапты. Өмір өз кезеңмен өтіп жатты. Бұлардың мұнда қоныс аударуларына бірінші болып балалар қуанды. Үлкен үйде өздеріне жеке бөлме деген ұлдарына дән риза. Көрші қыздармен тіл табысып Қарлығаш та мәз. Арғалықтың өзі тұрмақ маңайындағы ауылдарына дейін дөркіреп тұрған тұста бұл ауылда да баланың көптігі заңдылық. Дегенмен олардың дені ұлдар болған соң, көрші Назгүл де
Қарлығаштай дос тапқанына қуанышты. Достасқандары сондай. Келер жылы Назгүлдің әкесі жұмыс бабымен басқа ауылға көшкенде құрбылар жылап қоштасты. Қимас достықтың сырын түсініп жүрген екеуі ол кезде не бары 6 жаста еді. Қызым, далаға шығып ойнасаңшы. Кіммен ойнаймын, әке? Мынау ауылда досым да жоқ. Қарлығаштың үйінің жанына неге көштік? Назгүлжан, әкеңнің жұмысы осында ауысты, деп оқушылардың дәптерін тексеріп отырған анасы сөзге араласты. Сол үшін көштік. Далаға шықпасаң, досты қалай тапасың? Шық, балалармен ойна, таныс. Сөйтіп өзіңе жақын дос. Жоқ, керек емес. Маған Қарлығаш керек. Үйіне қонаққа барайықшы. Қызым, каникулға шығайық, барамыз. Ал қазір сыртқа шыға ғой. Қарашы, әне ағаларың қалай ойнап жүр. Олар ұлдар ғой. Назгүл бұртиған күйі сөйлеп сыртқа шықты. Каникул дәл ертең болардай. Анасы Қарлығаштікіне барамыз дегенге іштей қуанып келеді. Қуанбай қайтсың. Екі ағасы мен ата-анасының ортасында еркелікпен айтқанын орындата білетін қыз бұл жолы айтқанды орындалатынына сенімді. Ойынның қызығына еніп кеш бата үйге кірген Назгүл қайта қиғылық салды. Қарлығашқа барамын. Демалысқа шыққанда барасың, жаным. Жоқ, қазір барғым келеді. Олар неге осында көшіп келмейді? Мына үй бос. Сонда көшіп келсін. Кішкентай қыз иелері көшіп кетіп, жақында босаған оң жақтағы үйді нұсқады. Назгүл мазаны алмай жат енді. Еркелететін анасының тәртіпке салуға дайын екен даусынан сезген Назгүл үнсіз жата қалды. Ертеңіне ағасы тексертіп отырып Қарлығашқа: біздің көршілер көшіп кетті. Сол үйге сендер көшіп келіңдер деп хат жазды. Кішкентай қызға хат келді дегенде Қадиша таң қалды. Ашып оқығанда еріксіз күліп алды. Қарлығашқа айтып еді, ол да құрбысын сағынып жүр екен. Назгүлге барамын деп есін шығарды. Кішкентай ғана балалардың бір-біріне деген сағынышы, қимастығы ата-анасын тәнті етті. Сәби көңілі сағынса да, қуанса да, қимаса да шынайы. Қадиша қызынан сондай пәк сезімді байқады. Қызының бойын қорқыныш билеген сол жағдайдан бері бір деңгейге шын құмартқан осы еді. Онысына көңілі толған Қадиша бала көңілін қалай аулаймын деген ойға қалды. Бір аптадан соң Тасболат жұмыстан келе: Қадиша, келесі айда көшеміз. Бұл жердегі құрылыс аяқталды. Енді басқа ауылда дәл осындай клуб салынады. Оны да біздің бригада салады деп жаңалығымен бөлісті. Қай ауылға көшеміз? Орнығып қалып едік. Қақанайдың Назгүліне барамыз, деді әкесі Қарлығашқа қарап. Назгүл, тұра ғой қызым, мен жұмысқа барып келемін. Тамағымды үстелге қойып кеттім. Қазір әкең де келеді. Иә, мама. Назгүл тұрғысы келмей теріс бұрылып жата кетті. Сол жатқаннан сырттан сөйлеп келе жатқан әкесінің даусынан оянды. Назгүлтай, қайдасың? Көрші үйге біреулер көшіп кеп жатыр. Келе берсін. Қыздары бар сияқты. Әкесі төрге өтіп терезені ашты. Көше жақтан дабырлаған жұрттың дауысы шығады. Байлап түсір. Мұнда ыдыстар бар. Сынып қалмасын. Ұстадың ба? Дабырлаған дауыстардың арасынан кішкентай қыздың дауысы естілді. Қарлығаш? Назгүл төсегінен ұшып тұрды. Папа, Қарлығаштар көшіп келді ме? Назгүл жан таласып тысқа беттеп еді әкесі. Қызым, киініп ал, қайда барасың деп тоқтатты. Назгүл жанұшы киімін қалай болса солай киіп, ашық тұрған терезеден сыртқа шыққыды. Шынымен де Қарлығаштың әкесі жүк түсіріп жатыр. Қарлығаш, Назгүл! 6 жастағы қыздардың бір-біріне деген сағыныштан тұтас ауылды бастарына көтере құшақтасуына маңайдағылардан таңданбаған адам болмады. Осылай қайта қауышқан құрбылардың жұптары 30 жылдан астам уақыт өтсе де ажырамады. Егіз қозға телінген екеуі қол ұстасып сол ауылдағы мектепке барды. Шағын елді мекенде сол жылы мектеп табалдырығын аттаған балалардың 4-еуі ғана қыз еді. Кішкентайынан Бауырмал, Назгүл мен Қарлығаш, Айнаш пен Жанарды да іш тартып, 4 қыз айырылмас достарға айналды. Ай артынан ай, жыл артынан жыл өтті. 4 құрбы мектеппен қоштасар күнде жақындады.
Мектептегі соңғы емтихандарға бірге дайындалған қыздардың армандары алысқа жетелейтін. Арман қуған төрт түлек ел астанасы сонау Алматыға оқуға түсуді ойлайтын. Назгүл мен Қарлығаштың әкелері араларын ұзартпай, өмірден өтпегенде бой жеткендерін бұл ойлар жүзеге асар ма еді, кім білсін. Олардың алдында Назгүлдің ағасы кісі қолынан ажал құшқан еді. Осы жағдайлардың барлығы құрбылардың Алматыда оқимыз деген армандарына кедергі болды. Тағдырдың жазу екенін қыздар қазір жақсы түсінгенмен, сол кезде біраз қапаланған. Сөйтіп түлектер үшін қуанышқа толы күні қос құрбының жанарлары жасқа малынып тұрды. Марқұм болған жақындарына деген сағыныш, армандарының сағымға айналғанына өкініш те бар еді бұл жаста. Күллі әлемді мойындатқан Қызыл империяны күйретіп, 70 жыл үмітпен күткен коммунизмді қол жетпес сағым күйінде құмға сіңген судай жоғалтқан 1991 жылдың күзі де жетті. Біреулер тәуелсіздік алғанымызға қуанып, бөркін аспанға атса, енді біреулер кеңес көсемдерін жоқтап, көзіне жас алып жатты. Үшіншілері жеке ел ретінде аяқтан тұрып кетуімізге күмән тудырып жатты. Торғай даласы үшін бұл жылдар өз тауқыметімен келген еді. Бір кездері дүркіретіп тұрған Арқалық қаласындағы өндіріс орны бір-ақ күнде жабылып, елде үдере көш басталды. Халқының көбі жақын жердегі Қостанай, Ақмола облыстарына қоныс аударса, өзге ұлт өкілдері атамекендеріне қарай жылысты. Халқының көбі көшіп, азы қалған соң, қаланы ықшамдау үдерісі жүргізілді. Қаладағы бірнеше ықшам аудан қаңғырап бос қалды. Ендігі Арқалықтың кейпі соғыстан кейінгі мекенді елестететін дейді. Сөйтіп бір кездері жаңа облыстың ашылуын мемлекет көлемінде атап өткен обком хатшысының шақыртуымен шәмші басталған бір топ өнер майталмандар келіп, шетсіз, шексіз даласына өлең жырларын арнаған. Торғай өлкесі осылай 90-шы жылдардың тоқырауынан тұралап қалды. Ел басына түскен ауру жылдары күнкөрістің қаншалықты қиындап кеткен Қарлығаш пен Назгүл жақсы түсінді. Арқа сүйер азаматы бар отбасылардың өзі қиналып қалғанда, азаматынан айырылған аналардың жағдайы қыздарға белгіледі. Сондықтан да құрбылар оқуға бармай, 1-2 жыл үйге көмектескілері келді. Алайда, үкілеп отырған қыздарының бұл шешіммен аналар келіспеді. Ақыры қыздар Арқалық педагогикалық институтына оқуға түсті. Жанар мен Айнаш физика-математика мамандығын таңдаса, Қарлығаш пен Назгүлдің таңдауы гуманитарлық бағыт. Туысқан аға әпкелерінің үйлеріне орналасқан қыздар қалалық емханаға санитаркалық жұмысқа тұрып алды. 3 күнде бір жұмысқа барады. Қалған уақытта бар ойлар сабақта, демалыста, топтастары бешірлетсе, құрбылар ауылға тартатын. Ол жақта сыныптастармен кездесіп, аналарына көмектесіп, өскен ортада бір сергіп қайтатын. Қыздар сауық сайраннан қашып жігіттердің көзіне түсуді қалағанымен, бұларға сырттай көз салып, ұнатып жүргендер көп еді. Бірақ ешбірі қыз көңілін өзіне қарата алмағанды. Және олардың көбі қыздарға қырындап, сөз айтуға Назгүлдің ағасы Санаттан қаймығатын. Санат осы оқу орнының дене шынықтыру факультетінде 4-ші курс студенті. Спортшыға тән тұлғасымен ақ өзінен кіші жігіттердің мысын басады. Назгүлмен бірге тұрмаса да, ағасы екенін білген жан тартыншақтартында еді. Әдет бойынша демалыстарын ауылда өткізген құрбылар қалаға әлгінде келді. Аялдамаға жақын болған соң, Назгүл Қарлығашты әпкесінің үйіне шақырды. Күңіздің өңменен өтерде қара суығынан тоңған қыздар ыстық шай ішіп жылынып алмақ. Үйіне содан кейінде барсаң болады деп Назгүл Қарлығашты көндіріп әкеледі. Әпкесінің үйінде бұл уақытта ешкім болмайды деген соң Қарлығаш келісті. Үйге келіп шай ішіп отыр еді, Санат келді. Қасында досы Ертай бар. Екеуі Назгүлдің шайын ішіп, ауылдан келген Сарқытты алып жатақханаларына кетті. Ертеңінде Ертай Назгүлді сабақтан күтіп алды. Әуелден ағалы қарындастай болып кеткен екеуі бір-біріне ойын ашық айтады. Назгүл Қарлығашпен таныстырсаң деді. Ертай қарындасына сникер салып беріп тұрып, кеше ғана таныстырдым ғой. Жоқ, былай жақынырақ. Жақынырақ па? Назгүл ағасын одан сайын қызарта түсті.
Санатпен сендеркіне барып жүргенде көретінмін. Ол кезде шаштарын жалбыраған ойын баласы едіңдер. Қарлығаш бой жеткен соң құлпырып кетіпті. Боқмұрын демегеніне шүкір. Ендеше ол таныстықтың құнын бір сникерс жаба алмайды. Назгүл әзілге көшті. Әперемін. Осы қаладағы барлық сникерс сенікі болады. Жарайды. Қарлығаштың келісімін алайын. Сосын кездесетін күндеріңді айтамын. Әзірге осы да жетеді. Назгүл сникерстен бір тістеп, Қарлығашына да қалсын. Назгүлдің Қарлығашыңа дегені Ертайдың құлағына майдай жақты. Сол сөзге қанаттанып, жатақханаға қалай жеткені аңғармай қалды. Кешкілік 4 құрбы көшеге серуендеуге шықты. Бұл кезде қыздар 3-ші курста оқып жүрген еді. Сәл жүріп ананы, мынаны әңгіме қылған соң Назгүл: Қарлығаш, сені Ертай ұнатып қалыпты деп төтесінен қойып қалды. Кім дейсің? Ертай? О, жігіттің төресі ғой, деп Айнаш жігітті мақтай жөнелді. Иә, Қарлығаш, Ертайдың нандай жігіттің көңілі түскен бақыттысың ғой сен, ә? Ту, Жанар, айтасың ау. Ертай жігіттің төресі болса, Қарлығаш қазіргінің жібегі. Қарлығаштай қызды қаласа, онда ол Ертайдың бағы. Беуде, тамаша айттың, Айнаш. Осындай бикештің жанында жүрген бізде осал адам болмады ға онда. Әрине, осал емеспіз. Бізді қоя тұршы, Жанар. Бүгінгі күн тәртібінде Қарлығаш. Бұйырса тойға баратын түріміз бар. Па, шіркін, дәл ертең той болардай айттыңдар қыздар. Білсеңдер, бізде ертең жұмыс, деді Қарлығаш, беті өрттей боп. Жұмыс бола берсін. Жан құрбым үшін тойдан қалуға бармын. Сенің орныңа жұмысқа мен ақ шығайын. Сен тойыңа бар. Назгүлге де қалуға болмайды. Ол қыз жолдас қой. Оның да жұмысын қосып ал, Айнаш. Саған тойдан сарқыт әкелеміз деп Жанар қолана күлді. Жарайды, алайын. Сарқытты жақсылап әкеліңдер. Ал тойға негесіңдер? Арамыздағы бірінші той. Қазір кооператорға барып көлік аламын. Мә, Жанар, ақша жоқ деген едің. Оны да таптың ба? Табам ғой. Назгүл той десе қубас домалауыш мед. Оның жанында ақша деген не тәйірі? Бәрі жақсы ғой қыздар. Мұнымызға қалындық не дер екен? Әшейінде ауыз жаппас бүгін үндемей құтылмақ па? Айнаштың мына сөзінен кейін құрбылар Қарлығашқа қарады. Қарлығаш дөңгелек жүзі алабұртып, жымыңдағаны болмаса үндемейді. Қыздар мұны келісімге балады. Шіркін жастық, арманға берілген қыздар. Ойша сол күні ақ палатка құрып, жар айтып, ұлан асыр той жасап тастады. Қуаныштарына тұтас қала ортақтасып жатқандай көрінген. Олардың күздің соңынан ала жауған алғашқы қарда, тойға шашылған шашуда әсер етті. Орталық алаңды сыңғырлаған күлкіге бөлеген құрбылардың жан дүниесі де, бір-біріне деген көңілдері де осы қардай әппақ еді. Сол пәк көңілдері арманға жетер жолда кедергінің де болу мүмкін екен сездірмегендей. Ертай қызбен кездесуді күтіп, Назгүлді жағалап біраз жүрді. Қарлығаштың айтуымен Назгүл ертең бұйырған күні деп жігітті әбден сынады. Қыз армандағы Ақбоз атты ханзада батылырақ болса керек, Қарлығаштың жігіт тарапынан батыл қадамды күтуі де сондықтан. Оны Ертайда түсінеді. Алайда қызға жақын келсе, атқақтаған жүрегін бағындыра алмай, әшейінде ауыз жаппас, айтарға сөз таппай, қызарақтауын бағындыра алмай келді. Бұл аралықта Ертай қыздардың күнделікті жүретін жолын, кестесін жаттап алған. Батылдығын жинаған жігіт қыздардың сабаққа шығуын күтіп, олармен бірге автобусқа отырды. Назгүл әңгімелеріне кедергі болмас үшін кітапханаға барамын деп, жолай автобустан түсіп қалды. Назгүлдің сабақ басталуына сәл қалғанда, аяқ асты кітапхана дегенде Қарлығаш тапқан сылтауының түрінде бойлап күліп жіберді. Ертай қосыла күлді де терезеден қала көрінісін тамашалады. Сол қала кешкілік қыз бен жігіттің алғашқы кездесуінің куәгері болды. Ол уақыт Сникерс, Альбения, Луна шоколадтардың дәурені еді. Жігіттер қызға деген сезімдерін Сникерс арқылы білдіріп, Альбения мен адалдықтарын аңғыртып, Лунаны лайықты бикешке тарту етіп жататын. Қарлығаштың арқасында 4 қыз шоколадқа тоятын. Болашақта балаларының аттарын Сникерс, Луна, Альбения қойыңдар дейтіні еді қыздар әзілдеп.
Осылайша аты шулы 3 шоколадпен басталған ғашықтардың махаббаты да шоколадтай тәтті болды. Қараса көз тоймайтындай жарасымды жұпқа бақыт тілеушілер көп еді. Қызғанатындар да жоқ емес. Олардың ішін одан әрі қыздыра түскілер келетіндей қос ғашық жиі жастар көп жиналатын парктен табылатын. Бұл жүрістері студенттердің сабақтарына кедергі келтірмеді. Қарлығаш бұрынғысынша оқу озаты, әрі жұмысынан да қалмайтын. Ертай оны жұмысқа шығарып салып күтіп алудан жалықпады. Жұптары жазылмайтыны сондай демалыс күндері 4 қыз 2 жігіт болып ауылға тартып бара жататын. Әпкесінің сол ауылға тұрмысқа шығуы Ертай үшін тамаша сылтау. Әпкесіне барды деген аты өзі Санатпен бірге Назгүлдердікінен шықпайтын. Інісінің бұл ауылға келгіштеп кетуі әпкесі Еркежанға ұнай қоймады. Уағдаласқан адамы бола тұра Ертайдың қызды ауылды қоруын тоқтату керек. Кезекті демалыс өткен соң Еркежан осы оймен Назгүлдің жеңгесіне келді. Назгүлді таңертең қоңырау оятты. Тұтқаны көтеріп еді, ауылдан жеңгесі екен. Жеңге, тыныштық па? Тыныштық, қалдарың қалай? Бұл уақытта телефон соқпаушы едіңіз? Иә? Үйде апам жоқта хабарласып жатқаным. Айтпағым, кеше Ертайдың әпкесі кеп кетті. Сөздің қысқасы, Ертайдың аттастырып қойған қызы бар екен. Үлкен апасының қайынсіңлісімен аттастырылған. Әке-шешелері бесіқта болуға сөз байланысқан. Ертай осы уақытқа дейін әкемнің сөзінен аттаған емес, дейді Еркежан. Бұл жігіттің не ойлағаны бар? Өзімен сөйлес. Қарлығаштың обалына қалмасын. Қарлығаш екеуің егіз қоздай болған соң, оны да туғанымыздай көреміз ғой. Ағаларың естімей-ақ қойсын. Әдейі ешкім жоқта хабарласып тұрмын. Олардың сезімдері шынайы. Ертай біліп тұрып, солай жасаса жүрек қалау солай. Назгүл, Еркежан әкемнің сөзі үйде заң деп отыр. Ондай кезде жүрек қалауының құны көктейін болуы да бек мүмкін. Сондықтан ұзартпай, басын ашпаңдар. Жақсы, жеңге. Тұтқаны орнына қойып, Назгүлден маза қашты. Бұл қалай болғаны? Қарлығаш Ертайдың үйленуге ниетті екенін айтқан еді. Ол кезде оқуымды аяқтайын деп келісім бермейін. Сөйте тұра, әке сөзі заң, баласын еріксіз үйлендірмейтін болар. Сондай ескіліктің адамдары ма? Тірі жанның өз қалауынсыз қалай шешім шығарады? Миға сыймайтын дүние ғой бұлар. Қарлығашқа қалай айтамын? Ертайдың атастырылған адам бар деп сүйінші сұрамайын ба? Қалайда Ертаймен сөйлесуім керек. Жылдам жиналған Назгүл асығыс шығып кетті. Орайы келгенде Ертай жалғыз екен. Есіктен кіре амандықты сұрамастан: Ертай, менің естігенім шын ба? Аттастырып қойған қалыңдығым бар екен. Қарлығашты неге мазалап жүрсің? Ойыншық етіп тастап кетпексің бе? Ертай терезеден тысқа қараған күйі үнсіз тұр. Назгүлді қорқытқанды осы үнсіздік. Жанны жақындап иығынан тартып өзіне қарай бұрды. Өңі қуарып кетіпті. Естігенің рас, мен келісім бермей жүрмін. Ол қызды алмаймын. Қарлығашымды ешкімге айырбастамаймын. Әке, шешемні аттап кете алмайсың ғой, неге құрбымның басын қатырып жүрсің сен? Сені шексіз сүйіп, саған сеніп жүр ғой. Назгүл Қарлығаштың орнында өз алданғандай ала сұрап, Ертайды төпелей жөнелді. Назгүл, мен Қарлығашқа үйленемін. Ертайдың айтары сол ғана. Қанша сенімді айтса да, Назгүлді сендіре алмады. Құрбысының болашағына алаңдаған қыз Ертайдың үйінен мұңайып шықты. Кетерінде Ертайдың Қарлығашқа бүгін өзім айтамын дегенде естімегендей. Күнін көңілсіз өткізген Назгүл үйге жиналып жатқанда Қарлығашты көрді. Қуанышы қойнына сыймаған құрбысы бүгін Ертай маңызды әңгіме айтатын жеткізді. Құрбысына сәттілік тілеген Назгүл үйіне қайтты. Ертай Қарлығашты өзі тұрып жатқан үйге шақырған еді. Бұған дейін құрбыларымен қанша келіп жүрген. Қарлығаш еш жүрексінбей табалдырықтан аттады. Құшағын жая қарсы алған жігіт: Қарлығаш, сені қаншалықты сүйетімді білесің ғой, деп кеудесіне қыса түсті. О, ендігі сағынып қалыпсың? Өзіңше сағынбадың ба? Ертай, жібер енді. Сен өмір бойы көтеріп өтуге бармын. Сағындың ба, айтшы? Сағындым. Қаншалықты?
Оның да өлшем бола ма? Әрине, мен сенен де қатты сағындым. Сені көрмеген кездерімде секунд санайтынымды білесің. Жанымнан бір сәтте жіберім келмейді. Онда болашағың қиын болады екен де. Үйленген соң жұмысқа шықпай бір жерде отыра береміз бәлкім. Қарлығаш сықылықтап күлді. Күлкісі қандай жарасымды еді. Ертай қызды көтерген бойы шыр айналдырып, бөлмеге бірақ апарып диванға отыра кетті. Шаршадың ба? Өмір бойы көтеріп жүрмек едің. Шаршамадым, көтеремін. Жігіт орнынан ұшып тұрып, Қарлығашты қайта көтермек болды. Болды, қажеті жоқ. Қос ғашық балаша алысып жүріп диванға құлай кетті. Екеуінің одан арға әрекетін басқалардан жасыруға асыққандай, күнде қызарып, ұясына батып бара жатты. Түн түндігі тірілмей жатып, ғашықтардың мекенінің тыныштығы бұзылды. Бұзған Ертай, құшағына қысқан, құлай сүйген Қарлығаш адал емес. Қалайша? Жігітті алдап келгені белгілі болды. Сүйдім дегені, мен сендікпен дегені, сағына күткені бәрі жалған. Қаны басына шапқан Ертай ашумен Қарлығашты жерден алып жерге салды. Қарлығаш, саған адал едім дегенді ғана қайталаумен болды. Әлгіндей ғана құшақтар айғасқан ғашықтар бір-бірін енді көрместей бет жыртысты. Ақыр соңында пәтерден көз жасы парлап шыққан қыз алды артына қарамай жүгіріп бара жатты. Маңызды әңгіме айтатын жігітіне асыққан жүрек дәл солай асығыс кері қайтып барады. Не істеп не ойған білмеген Қарлығаш кешкі қаланы біраз шарлады. Әрлі-берлі жүгіргенде ауылына жол жүргелі тұрған танысын кездестірмегенде қанша жүрер белгіседі. Кеш қойланып барады. Жалғыз не істеп жүрсің Қарлығаш деген сұраққа жауабы: ауылға барасыз ба? Болды. Көлікке отырып жолға шыққаннан үйіне жеткенше Қарлығаш тіл қатпады. Ауласына жақынырақ тоқтағысы келген жүргізушіге өзі баратын айтты. Аулаға кірместен мал қорасын бетке алды. Не үшін келді? Анасы шошитын болды ғой. Өкілеген қыздың ұяттан аттанған білсе, анасы ондырмайды. Қайтпек керек. Кімге не деп түсіндіреді? Ертай мұны көрместей боп қалды. Онсыз қалай күн кешпек? Кеше ғана тәтті көрінген махаббаттың осынша қатыгез екенін енді сезгендей. Құрбыларына не демек? Қарлығаш өзін өмірдегі ең лас адамдай сезінді. Бұл күйінде кімге керек? Сеніп сезіммен берілгені Ертай болса жетіскен екен. Ертай, неге теріс айналдың? Сені сүйемін ғой. Сенсіз қалай өмір сүремін? Өзіңді бір сәт көрмесем сағынамын деген едің. Менің қаншалықты сағынатымды білсең. Бүйткен махаббаты құрсын. Бүйткен өмірі құрсын. Жан жағына көз жүгірткен Қарлығаш шеткерлі ілулі тұрған арқанды көрді. Бар мәселенің шешімін тапқандай, орнынан көтеріліп арқанға қарай жүре берді. Ендігі сәтте нәзік қолдарын әрең икемдеп арқанды төбеге байлап жатты. Бір секунд тоқтаса, біреу кедергі жасардай жанын таласып, шелекті төңкерді. Арқанды мойнына салып, бір теңселіп барып, шелекті құлатты да сылқ етті. Жан ұшыра жүгіріп келеді. Азулы қорқау соңынан қалар емес, сүріне қабына бар күшімен зытып келеді. Көз алдындағы шарбақ жеткізер емес. Қолын қанша созса, шарбақты соншалықты алыстай береді. Осы жолы жетуі керек. Жетті де. Кішкей ғана саусырақтармен тырмысып жоғарға өрмелеп жатыр. Әшейінде бір басып қарғайтын шарбақты биіктеп кеткен бе? Аяғыда бір ұмтылғаннан еркіне көнбей шаршатты. Әупірімдеп шарбақтың басына жетті. Қарғып түсуге ыңғайлана беріп еді, тістері ақсиған қасқырда атылды. Тағы үлгертпеді. Қарлығаш шыңғырып, әлсіз қолдарымен қарсылық танытуда. Баланың қарсылығын қорқауға шымын шаққандай әсерде жоқ. Ерсілі қарсылы сермелген қолдарын тала бастады. Қарлығаш соңғы күші қалғанша арпалысуда. Тышқанмен ойнаған мысықтай жыртқыш ыңғайын тауып, жемтігінің майлы жеріне ауыз салып, ет терісін тұтасымен жұлып алды. Қарлығаш есінен таңып қалды. Кенет әлдебір тылсым күш орнынан көтеріп алды. Көтерді де жеті қат аспанға алып ұшты. Ақша бұлттардың үстімен қалықтай ұшқан Қарлығаш көзін аша алар емес.
Ашпаса да көз алдынан балалық шағының бергірі өмірі тізбектеліп өтіп жатыр. Анасының жылы құшағында мейіріміне қанып өскен шағы сағымдана берді. Әкесі ауыр жұмыстан жарылып кеткен алақанымен басын сипап, қорғаушысы барын сезіретін сәттерде қол бұлғап алыстай берді. Әкешім, қайдасыз? Алдамшы дүниеде қорғаным едіңіз. Ер азаматтың үлгісі едіңіз. Сіздің азаматтығыңызды құрметтейтін басым жігіт атауысын өзіңіздей көргенмен таяқ жеп келдім. Жаным ауырады, әке. Жарық дүниенің мен үшін құны қалмады. Күтіңіз, әке. Жаныңызға барамын. Мәңгілік мекеніңізде күтіңіз. Балам, сенің дәмің таусылған жоқ. Сенің анаңа керексің. Көзіңді аш. Есіңді жи. Менің қызым осындай бор кемікпет. Батылдығың қайда? Намысың қайда? Тасболат пен Қадишаның қызы өзіне өзі қоз жұмсап өліпті деген атқа қалдырма. Анаңды ойла. Оған қаншалықты ауыр болатынын түсінемісің? Аш көзіңді. Оның саған айтар бар. Қарлығаш құлағының түбінен ап-анық естілген әке үнінен оянып көзін ашты. Емханада жатыр екен. Жанында көзі өсіп кеткен анасы отыр. Қызының оянғанын көріп, Қадиша дәрігерді шақыруға жүгіріп кетті. Қарлығаш әке бейнесін бір көріп қалу оймен палата ішін көзбен шарлап шықты. Ешкімді көре алмады. Сол күні Қадиша бұзауы керек сиырын бір бақырайт қайту үшін қораға кірген. Кірген бойда есік жақтауынан түскен ай жарығының бірдеңкенің салбырап тұрған байқады. Сіріңке тұтатып қараған бойда қыздың салбырап асылып тұрғанын көріп айғайлап жіберді. Қою түнді қақ жарған ана даусынан көршілерінің тайлы тұяғына дейін оянды. Көмекке жүгіргендер жеткенше Қадиша қыздың аяғын құшақтап көтеріп тұр екен. Ер адамды жабылып жүріп Қарлығашты шешіп алды да әлгінде ғана келген көрші Мараттың көлігімен арқалыққа тартты. Жедел жәрдем шақырғаннан гөрі осылай тезірек деді жиналғандар бір ауыздан. Машина бар жылдамдығымен жүйткіп, жол бойында сұлық жатқан Қарлығаш ауруханаға жеткенде есі кіресілі шығасылы сандырақтай бастады. Жанында отырған Қадиша Мараттан жауап алып елік. Тәте, білмеймін. Қалада жолға шыққалы жатыр едім, қарсы кездесті. Түнде неге жалғыз жүрсің деп сұрадым. Жауап бермеді. Ауылға барасыз ба деп көлікке отырды. Содан үйге жеткенше үн қатпады. Терезеден тысқа қарады да отырды. Үйдің жанына дейін бармақ едім. Осы жер болады, кішкентайлар оянып кетер. Өзім жетем деп түсіп қалды. Қолында ешқандай жүгі болмаған соң, әр ауылда оған кім тисе қояр деп кете бердім. Ал оның әрі қалай үйге кірген не қораға барған білмеймін. Назгүл бүгін тағы телефон қоңырауынан оянды. Тағы да жеңгесі екен. Құрбысының жағдайын айтуға хабарласыпты. Қарлығашты кеше сабақтан кейін көрмеген Назгүл оның ауылға не үшін барғанын, неліктен өзіне қол жұмсақ болғанын түсінбей қалды. Кеше ғана бақыттан бас айналып жүрген өмірге құштар қыздың бұндай қадамға баруына не себеп? Бәрі білсе, оны ерте біледі. Тезірек онымен сөйлесу керек. Назгүл сабақтан соң ауруханаға барып, Қадиша тәте жалғыз кетті. Тым болмаса жанында болыңдар. Жарайды, жеңге. Оны айтпасаң да білеміз ғой. Бір минутта жоғалтқысы келмеген Назгүл тұтқан қоя салды. Жылдам кейініп, Ертайдікіне тартты. Ертай сабаққа жиналып жатыр екен. Оңбаған. Қарлығашқа не істедің? Не дедің? Өзім айтамын дегенің осы ма? О бастан басын қатырмауың керек еді. Өліп қалса қайтер едің? Әлде саған бәрі бір ме? Назгүл есіктен кіре айғалап, Ертайды ұрғылай бастады. Неге өліп қалса дейсің? Оған не болды? Не болған білмеймін. Қарлығаш ауруханада. Түнде ауылдан әкеліп жатқызыпты. Ауылдан? Иә, ауылдан. Сенмен кездесуге кеткен адам қалай ауылдан бірақ шыққан білмейсің бе? Назгүл, оны сосын айтайын. Жүрші, тез Қарлығашқа барайық. Екеуі ентігіп ауруханаға жеткізді. Назгүл өзі сонда жұмыс істейтін болғандықтан уақытқа қарамай ішке кірді. Анасы жанында болған соң Ертай шегіншектеп қалып қойған. Қарлығаш бір нүктеге қадалып, сол қалпында қимылсыз жатыр. Ара-тұра кірпігі қозғалғаны болмаса, түрінен тіршілік жанышы байқалмайды. Назгүл қолынан ұстап еді, қолын жібергісі келмей қатты қысып ұстап алды. Ешбір сұрағына жауап қатпайды.
Анасының көзін ала бере мен Ертайдың кеп тұрған жеткізді. Үнсіздік. Бұған дейін атын естігеннен ақ жайнаң қағатын жанарынан ұшқын байқалмады. Қарлығаш, Ертай дей беріп еді, кетсін, көргім келмейді деді тістеніп. Ертай бір апта бойы күн сайын аурухана есігін торылдады. Бар Қарлығаштың жүрегі жібімеді. Апта өткен соң Қарлығаш үйге шықты. Кешегі көңілді қыздың белгісі де қалмаған. Оның орнын жігері құм болып езілген. Екі көзі ғана қалған мұңлық басқан. Қыздың қалауымен анасы оны ауылға алып кетті. Құрбылары күнде жағдайын біліп тұрды. Ұстаздары бұған дейінгі оқу үлгерімін ескеріп келесі курсқа өткізді. Жаздың жайма шуақ күні жанына жылу сыйлай алмаған Қарлығаш күз түскенде жапырақпен бірге сарғайып қурап бара жатқандай күйде оқуына оралды. Сарғайған бұл күз Ертай мен Қарлығаштың көпшілік қызыққан махаббат дастандарының да күзі еді. Жазғы демалыста үйіне барған Ертайды жаңалық күтіп тұреді. Әпкесі Еркежан әкесіне Ертай мен Қарлығаш туралы айтқан екен. Осыдан қолыма түссін деп жүрген әкесі ұлының бірнеше күн сағынышын басуын күтті. Бір апта өткен соң тамақтың соңын ала бере әңгімені төтесінен бастады. Олым, Жездең Болатбектің үйі ішімен қарым-қатынасымызды білесің. Қарсы құда болуға серттескенбіз. Ол серттің орындалуы өзіңе байланысты. Құдалар жағы бүгін барсақта дайын екендерін айтып отыр. Зылиқаны білесің, бір институтта оқисыңдар. Сөздің қысқасы, жазды бос өткізбей тойғамына кірсейік. Әке, менің ұнатқанды білемін. Өзіне қол жұмсаған адам жақсы жар болады деп ойлаймысың? Құдаларының алдында ұятты қылма. Әке, болды, сертім серт. Тірідей көрге кірсін демесең, Зылиқаға үйленесің. Осымен сөз бітті дегенде әкесі өз батасын өзі қайырып отырып кетті. Үстелді жинауға кіріскен анасы, балам, деп әңгіме бастап келе жатыр еді. Ертай тыңдағысы келмей тұрып кетті. Жаз басында осылай басталған әңгіменің арты әке мен бала арасындағы ренішке, ұрыс қауласып, екеуінің қарым-қатынасын уайымдаған шешесінің жүрегі ұстап, ақыры не керек, күзде той жасайтын болып шешілді. Назгүл бұл әңгімені санаттан естігенде есеңгіреп қалды. Бар уайымы бұл қайғыдан құрбысын қалай қорғамақ. Не болса да айтпауды ұйғарды. Шағын қалада бір оқу орнында оқитындықтан ол хабардан қалай қорғайтын өзі де білмейді. Не болса да уақытын еншісіне қалдыра салды. Бірінші бөлімнің соңы. Әңгіме ұнап жатса лайк басып пікір қалдыра кетсеңіздер.